2018 жылдың 14 қарашасында Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде абайтанушы, филология ғылымдарының докторы Омар Жәлелұлы студенттермен кездесті. Рухани пайдасы мол шара барысында Омар Жәлелұлы ұстаздық еңбектің қаншалықты маңызды әрі өнегелі екеніне тоқталды. Александр Македонский айтқан ғой, мен өзімнің әкеме тек қана фәни өмірді сыйлаған үшін ғана рахмет айтамын, бірақ мен ұстазым Аристотельге рахметім шексіз деген. Неге? Өйткені әкем маған фәни дүниені ғана сыйласа, ұстазым маған екі дүниені сыйлап келді. Сонда екі дүниені сыйлайтын, адамның көкірек көзін ашатын, адам жанының инженері, бұл ұстаздықтан өткен зор, ұстаздықтан үлкен мамандық жоқ. Егер біз оның қадіріне жетпей жатсақ, ол ұстаздықтың кінәсі емес, ол біздің кінәміз. Қазақта сөз бар ғой, жібекті күте алмаған жүн етеді, келінді күте алмаған күн етеді дейді. Қашан қазіргі кезде сіздер білесіздер, мына келе жатқан қоғам ғасыр, бұл ғылым мен білімнің ғасыры. Ал ғылым мен білімнің ғасыры ол тек қана ұстаз арқылы жүзеге асады. Сондықтан ғылым мен білімге қомақты қаржы құйып, соған бүкіл арман, мақсатын, мұратын ғылым білімге байлап отырған мемлекеттер де ұстаз ең құрметті, ең жалақысы көп мамандықта. Біз өкінішке қарай өзіміздің шикізатымызға сеніп, мұнай мен газға сеніп, ғылым мен білімді өршіте алмай отырмыз. Бірақ қазақта тағы бір жақсы сөз бар, таң атпайын десе күн қоймайды. Біз келе жатырмыз сол заман, келіп те қалдық. Сондықтан сіздер өздеріңіз мамандықтарыңызды дәл, дөп және орынды таңдағансыздар. Кездесуде студенттер белгілі ғалымға өздерін мазалаған сауалдарын қойып, пікірлерімен де бөлісті. Омар Жәлелұлы қазіргі жастардың білім мен ғылымға ден қоюы тамаша үрдіс екенін айтып, үздіксіз оқу мен еңбектенуден қашпау керектігін айтты. Адамның біліммен қатар оның дүниетанымы да рухани байып отыру үшін кітап оқығанның қаншалықты маңызды екеніне де баса назар аударды. Сонымен қатар кездесуде ғалымның «Харекет» және «Жақсы» атты кітаптардың таныстырылымы өтті. Фәлсафалық озық ойлар мен ұшқыр сөздерге толы кітаптардың жастарға берері мол.